Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. Ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің. Үлкен алдында жас қарызы, ата алдында бала қарызы, әдеп пен сый. Баққан ұлдан сәл талса назарың, түбі соның тарттым дей бер азабын. Тәрбиесіз бала білім ұғар ма? Олай болса, уысыңнан шығарма. Қатты тәртіп көрсе бала күнінде, өнерімен қуантады түбінде. Соңыра күн қалмау үшін табаға, жөнге салып ие болған балаға. Ол ұдайы ізетті боп тұрса егер, әке-шеше жүзі жайнап нұр себер. Жас кезінде білім берсең қалайда, өсе келе қолы жетер талайға. Ақылсыз адам өкінішпен қартаяр, есті адам қайғырмай-ақ қартаяр. 1000 жасауға да болады, 18 жасауға да болады. Қатал ұста бос жүрмесін сандалып, тәртіп болса өсер бала сомдалып. Ол қыздан да жаман мінез шығады, қырсық қылық тек әкеден жұғады. Адамның қалыптасуы бала кезден басталады. Жақсылық та адам бойынан нақ сол бала кезде егіледі. Ол жылдар өте келе өніп шығады. Жақсылық ұрығының өніп шыққаны немесе оның жамандық арам шөптері басып кеткені сонда ғана белгілі болады. Баланың жақсысы әке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы, жаманы қайғысы, азап соры. Балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анасын, туған туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Себебі ата-анасын сыйламаған бала жолдасын да, қоғамға да пайда келтіре алмайды. Әйел ана барлық қиындықты жеңетін сарқылмайтын күш, тірліктің қайнар бұлағы. Ата-ананы ұмытқан жас опасыздың опасызы, рақымсыздың рақымсызы. Ата-бабасын сыйламау азғындықтың белгісі. Жақсы отбасыда жазалау деген атымен болмайды. Ал бұл отбасы тәрбиесінің ең дұрыс жолы. Ана үшін аянба, ант ұрады. Бала үшін аянба, бетің күйеді. Ел үшін аянба, ерлігіңе сын. Жұрт үшін аянба, жігіттігіңе сын. Инабатты болса әйел көрікті, ақсақал жарасса шал көрікті. Сүйікті болса ағайын көрікті, үлкен шаңырақтың жанында отау көрікті. Жібек шатырдың жібі көрікті, өнегелі болса бала көрікті. Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып көркеюі жолында жан теріңді сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа. Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Әрбір шаңырақ ұрпақты болсын, ырысты болсын, ырысы жұртқа жығысты болсын. Әйел өзін сенімді сезінген жерде отбасы да берік, балаларының болашағы да жарқын. Сіз ұлыңызды немесе қызыңызды тек өзіңіздің ата-аналық қуанышыңыз үшін ғана тәрбиелеп жатқан жоқсыз. Сіздің отбасыңызда, сіздің басшылығыңызда болашақ азамат, болашақ қайраткер және болашақ күрескер өсіп келеді. Ұлым, саған айтам, үлкенге сәлем бер, жолын кесіп өтпе. Жүріп келе жатқан адам отырған адамға, атты адам жаяуға, аз адам көпке сәлем беруге тиіс. Үлкендер мен ғалым адамдар алдында көп сөйлемеуге тырыс. Үйге кісі келсе, орнынан тұрып жайдары қарсы ал. Киімін іл, төрге шығар. Үлкендерден бұрын тамаққа қолыңды салма. Ана жүрегін сезе біл. Оның жанарындағы шапағат пен тыныштықты, бақыт пен қуанышты, алаңдаушылық пен мазасыздықты, абыржу мен ренішті көре біл. Егер сен бала кезіңнен анаңның көзінен оның жан дүниесін көре білуді үйренбесең,
адамгершілік жағынан өмір бойы тәрбиесіз болып қаласың. Жер бетіндегі жақсылық, ізгілік, қайырымдылық атаулының бәрі де ананың ақ сүтінен тарайды. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.